Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 30 қазан 2022 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір тудың мағынасы әруақтылап деген бағытта әңгімемізді жүргізіп келеміз. Композициялық әрекетімізде, яғни біздің жұмысымызда кемел адам қалыптастыру, әруақты адам жасау. Міне сол ата-бабаларымыз аңсаған кемел адам, әруақты адам жасау мәселесі, ұрпағымызды сондай жағдайда тәрбиелеп өсіру мәселесі бүгінде де өз маңызын жойған жоқ. Сондықтан біз өткен роликтеріміздің жүйесін біршама кішкене тоқтата тұрып, бүгін аса бір көкейкесті мәселеге көңіл аудартқымыз келіп тұр. Ол қандай мәселе дегеніңізде, біз Құтабан билік деп отырмыз ғой. Құтабан биліктің іс-әрекеттері ол негізі адамдарды осындай тығырықта ұстап, күйзелтіп, жан-жақты ойлап, кішкене қиялына, ойына мүмкіндік бермеу, күнделікті күйбең тіршілікке салып, бас көтертпей, тоқпақтап, құлып ұстап отыру. Өйткені бұл Құтабандарға өте қолайлы әдіс. Міне солдай әдісті жасап отқан бұл Құтабан биліктің негізгі құралдары, өздеріңізге айттық, дін мәселелері, діндер. Көп ұлттылық мәселесі, соңғы қоғамға әртүрлі идеологиялық үлгілермен кіріп кеткен саяси ұйымдар. Біз өткен жылдары айтып келе жатырмыз. Осы үш мәселе құрал, бұлардың негізгі құралы, қазықты тықыртып ұстау. Яғни дін дегенде біз қайсысына тоқталмақпыз? Ислам діні. Бұл негізгі құрал болып отыр олардың. Сондықтан да осы соған қатысты бүгін біз желілерде кең тараған бір атамыздың айтқан сөзін сіздерге естірткіміз келеді, ролигін қойып беріп. Соңғы сол кісіге үндесіп жатқан апалардың ой пікірінде білдіргіміз келеді. Міне құрметті әлеумет, бұл өте маңызды, өйткені біздің елдің оянуы, ес жинау әрекеті бізге маңызды. Сондықтан бұны біз де өз ролигімізге қойып көрсеткіміз келіп отыр. Құлақ салып тыңдауларыңызды сұраймыз, құрметті әлеумет. Өз пікірімізді, қорытындымызды арасында, соңында білдіре жатамыз. Енді құрметті әлеумет, тыңдап көріңіздер. Маған сабырды не керек, қарным аш, өлетін болдым. Ет жеп жүрген адам. Ойбай, қазы қарта шұбат жеп жүрген адам. Болып, соған қарасам, қара сорпа түк жоқ ада ішінде. Күріші мынандай мынандай бірдеңе, қап қара тұзды удай. Соған айқай көтеріліп бар, лифтімен көтеріліп барсам, жатыр ана жаңағы. Аман келді, ерен қайы бұл деген. Мына кітапты берген менеге, мына қажылы. Соған айқай шығарып, айтым, мына жүрік мен бірге, бір порт тамақ ішші. Біз не білсен сен, бәлем баяқ шалдың ғой бізден. Алаяқ, дедім мен. Мынау не сен? Кім біз саған? $300 аласың күніне бізден, бір қой соям деп. Қойын қайда, қой тұрма лағын қайда сойқан? Ұятсыз атаң еледі, хайуан. Соны айқай шығарып, сабырыңды қалтаңа сап қой дедім. Өзіне керек, маған жер жоқ. Давай тамағыңды түзеуледім айқайлап. Сол күні ертесінде сол тамақ, сол күннен бастап түзелді ғой тамақ былай айтқанда. Сонымен бір күні тағы да ойбай не апарасың, бәрі Қызыл теңізге апарамыз. Ар жағында бір теңіз бар екен. Сол бәрімізден жинады ғой сол. Тағы $100 жинады. Ол 60 шақырым екен ар жағына. Тиіп тұрған жерге $100 жинады ақша. Кемпірге де бердім $100, өзіме де $200 беріп қойып, соны түнді ойландым, мойнымай ақта шауырғам Қызыл теңізден, қой құрсын. Таңатан бір автобусқа меніп барды екен, ақшамды ақ қалдым $200, бара беріңізші, мен бармаймын. Сол барғанның пайдасы, бәрі су күйімен қайта отырған ғой, ауырмағанның бәрі ауырды ғой түгел.
Енді қара, бір дәрігер жоқ арамызда, бір дәрігер жоқ, 200 адам, бір дәрігер жоқ. Аптекіне барамыз, бізге переводчик жоқ. Арабтар ма, бәне, түсінбейміз ғой. Қажет дәрі аламайсыздар. Жоқ, оны ақшамыз бар, қалтамыз, мені 10 мың доллар барған. Кемпір екеуміз яны, балалар бекем қойна. Ақша бар қалтамызда, түсінбейміз да оны, бізде переводчик жоқ. Арамызда дәрігер жоқ. Өздері жоқ қоқ кеткен бәрін. Бізде оны Сәкен Майғазиев барған, бізден бірге мына танитын адам. Ана әйелдердің көбісі саудагер бәрі. Түрімен арбасын сүйретіп, ақ көйлегін киіп алып, ағдан балын. Түрімен зат тасиды бәрі. Сөйтсек арамызда 34 рет барған бар, 14 рет барған бар. Сөйтсек мен сұрадым ғой, неге келе берістір бұл жақта мынандай ыстық жерге? Неге келе бересің? Не үшін келетін десем? Біз барғасын адам үгіттейміз ғой. Адам үгіттеп берген үшін біздің жолымыз тегін дейді. Оны түсінбейді екем. Шылмен баққа жүгінсем, жартысынан көп адамы уже бұрын келіп жүрген адам екен. Сол ерген қада талай рет, зат алуға барады екен. Зат алуға бірақ қажы ретінде де. Сома не керек? Меккеге келдік қой, Меккеге. Меккеден Мәдинеге келдік. Оның арасы 250 шақырым жер. Сүйір кезінде оны адасып қалдым мен. Сома бір түрік бар еді қасымда, атын ұмытпырмын ол кісінің. Сома бір қазақ бала, бір әкесін екеуі келе жатыр екен, соң балам, адасып қалдым. Ой, аға тауып берем, оның бәрін білемін. Сен қайдан бәрін білесің? Мен жылына келем ғой, 4 рет келдім дейді. 4 рет келіп, бұл жақта бірдеңе жоғалтты ма, мынада ыстықта айналайын, бұл айқада мынау керемет қой, мынау не үшін келесің бұл жақта? Мен барғасын адам үгіттеп беремін, 4 адам үгіттейміз, 5 парыздың бірі деп айтамыз, соңғы ел келеді дейді. Ой, бұл, қайтып кетейінсе менде билет жоқ, бір адамның тілін білмеймін ерде. Амал жоқ, жүрдім, сол болды. Көппен бірге шубып барамыз, сол қажылыққа. Енді біреу қазір қажылыққа барамызса, аяйым да жаңағыны. Ойбай, бешара ақшасын құртатын болды. Не, шайтанға тастатуға бармадыңыз? Ой, мен шайтанға барған жоқпын, ол. Шайтанды да көрген жоқпыз өрден. Шайтанның атуға біреуге ақша бердім, қолына 7 тас бердім, бар, шайтандарды өлтіріп кел дедім, бар. Ол айтты өлтірем деді. Соны ары қарай оны. Қанша тұрады екен әр тас? Әр тас қанша тұрады екен? Сол Құдай біледі, сол 1000-нан бердім ғой деймін, сол қолына тасын әкеп бердім, тасты өзің әкеп бер деді. Бұл өзі тас таудың үстінде тұр ғой. Енді қарай ойықта кептер мысық болды, басқа жәндік жоқ. Мысық деген аяғын оралып жүр. Жаңағы су туралы айтып өтсеңіз, ондағы сулар ішуге жарамсыз дейді ғой көпшілік. Су болғанда былай екен. Енді су опреснитель деген болады ғой, установка болады үлкен, судың тұзын айыратында. Суның құрамында мерін қанбайды суға, ту жоқ. Оны ішесің, қайтадан шөлдейсің. Суын ішесің, шөлдейсің одан қайта. Біреулер айтты жаңа, бір білетін адамдар көз ашық. Айтты, аға мына қол жуған суымыздың бәрін қайтадан деді. Қайтадан өңдеп өзімізге береді деді, қайтадан өңдеп қайта береді екен. Сол кемпір менің бөлініп қалған әйелдермен бірге. Кешкі алып кепті бір 2 бечетірлік су, не жаңа, зәмдәмі су деп. Сөйтсе келді, кегесіне оны айтып жатыр, сөйтсе оны біреулер алдап сатыпты. Ол зәмдәмнің су емес екен. Сөйтсем ойықты да бар екен андай. Алаяқтарда ойықты да бар екен. Бала мәгелшілердің бәрі өзбектер. Сұрасам 30 жыл болды, 40 жыл болды, жақта деймін, бала айтқанда. Сол шұбыр жүрген ел, арамыздан бір адам жоғалып кетті. Бір 65 дедім ба, сонда соғысына 2 адам жоғалған, біреуін тапты деді. Біреу сол жоғалып кетті. Жоқ деді ғой, арамызда сол. 2 адам барғанбыз, сол адам жоқ болды. Сол былай айтқанда. Ой, сені ол керек баққан жоқ ой, сенің бардың ба, келдің ба, оның. Болды ғой, ақшамызды алды, айтып отырмын ғой жаңа. Манағанда ақшалады, мынағанда ақшалады. Тамағын сыпыр болады, бұлар ортада жүрген. Ал құрбандығы деп ақша алып отыр. Жоқ, оған тағы бердік, құрбандықта бөлек қой. Соңғы менің анау баяғыда өзім туған 2-нім бар тұғын, екеуі де баяғыда қайсып болған, осыдан 15 жыл бұрын. Солар ғана умра қажылыққа деп, әкем қайсып болған, оған $300, 2-неме $300, сонда $900-ға мен оларды умра қажылыққа келді деп жазып берді. Дүкен қажылыққа емес, умра қажылыққа келді деп печат басып берді.
не сұраматсың? Мен өйткені біреулер ана жаздырып жатыр екен, мен де бар, мен сауап болыр деп жаздырдым. Кейін жаздырып қалатын ойладым, ойбай, мен өліп қалған баяғыда. Міне бұлардың істейтіні осы. Міне бұл біздің атамыздың айтқан, көңілге тоққан үлгісі. Үлгісі болғанда ой пікірі. Міне сондай алаяқтардың әрекетін ислам негізінде өріп жатқан бүгінде қаптап жатыр. Өкінішке орай біздің көп халқымыз өзінің мәдениет үлгілеріне қарамай, соған бас ұрып, өзінің керемет өркениетін ұмытып, ақыл санасын ұмытып, ата-бабаларын ұмытып жатқан жайы бар. Енді сол кісінің, осы атаның ролігін тыңдап, өздерінің былайша қолдап, өздерінің пікірін соны тоқтай түсіріп жатқан бір апамыздың да пікіріне көңіл аударсаңыздар дейміз. Сол енді біреу бір жаққа кеткенде осындай әңгімені айтсаң, бір қызғанып айтып атқандай болмайын деп үндемей қалғам. Енді балалары өткенде туған күнінде берген ғой, бір нені беріп атқан, соған барған ғой, дұрыс қой. Ел көрген, жер көрген жақсы. Бірақ мен қажы болам, сояқтан святой молда болып келем деп бару, осы заманда көз ашық адамдарға ұятақ нәрсе. Ол қажы болатын өз жерде жаңа Құдай сол Арабияның үстінде тұрған жоқ. Мына шалдың айтып отқан 100% рас. Ол кісі қайта жеткізе алмай отыр мұншасын. Шындықты айтқан ол кісіге өте үлкен рахмет. Халықты алдап, өзі де байқұс болып жүрген халықтың ақшасын Арабия жеп, байып, Арабия шіреніп, талтайып жүр. Біздің ақмақтар бар ақшасын сояққа төгіп жатыр. Ал жаңағыдай жуликтар жылына жаңа шал айтып отыр ғой, 4 рет адам әкеп 4 рет келеміз. Тегін болғасын ергіп жүр, олар ақша түсіріп үстінен күнін сол ақша арқылы көріп жатыр. Көрдің ба қандай? Сонда жаңа Балташ әкпеміз айтып отыр, өлген шалды тастады, көзімізбен көріп қайттық, жағамызды ұстап шошып келдік дейді. Баласы қандай крутой болса да аламады, потому что өлді бітті шұңқырға тастайды екен, общий шұңқырға. Сосын айтады екен, ол автоматически жуылды, пейішке автоматически кетті, потому что Арабияның жерінде өлді. Мекке Мәдинада өлгеннің бәрі жұмаққа кіре береді, өзінен өзі дейді екен. Олар не? Мекке Мәдина құм, су жоқ, жаңағы айтқан рас сөз, су жоқ о жерде. Сонда сол құмдағы ел жұмаққа баратта қалған басқа дүниеде жүргендер не Құдайдың жерінде жүрген жоқ бекен. Далбас қой, бизнесті солай аңқау елге арамза молда деп дамытып алған, сонымен күн көріп отқасын олардың үгіті өте зор, обширный. Сосын кейін бишара халық алданып, біреу ақшасы барлар ерігіп жүр, ақшасы жоқтар барын жинап, қажылыққа барып келейін деп ақмақтық, какой ақмақтық осы заманда. Міне, сен өз елің жеріңде жүріп қажы бола бер. Святой бола бер, әулие бола бер, таза жүр, таза тұр, біреудің ала жібін аттама. Ешкімді қызғанба, біреуді көремай отыратындар көп, өтіргіз дейіп. Өтіргіз дей ма, көремай отырма. Біреуді көремаған адам жақсы болмайды түбінде, көзіне көр топырақ кіреді. Сондықтан әркімге Құдай береді нәсіпті. Біреуді көремағанша адал өмір сүр, қажылық деген сол. Әркім өз жерінде жаны таза болса, святой болып жүреді. Арабияның жеріне барып күйіп пісіп келіп святой болып қалмайды ол. 100 рет барып келсе де жүрегі қара болса қара болып өледі адам. Қыдырып бар, пожалуйста, ешкім қарсылығы жоқ. Мен сояқтан әулие болып келем деп бару, ол өте жаңсақ түсінік, өте қате түсінік. Мен оған жыным келеді. Мына қызынып айтып отқанда сол қатты жыным келеді. Әркімнің иығында басы бар, өздері соображать етіп ойламай ма? Қалайша өз жерге барып, өмір бойы қылмыс істеген адам Арабияға барып, или болмаса өмір бойы жүрегі қара болып өткен адам Арабияның жеріне барып тазарып келе ме екен не? Далбас сөз бәрі де. Оған мен де 100% қарсымын осы. Мына жіберген Роза Мұқа молодцы. Осыны елдің бәріне жібере беру керек, көрсін елдер. Міне, бұл кісі де міне барлық шынын айтып, дұрыс пайымын көрсетіп отыр. Енді осы кісінің қандай кедергілер болды деген кезде өздеріңіз білесіздер. Әркімнің өзінің топтары бар, ортасы бар, класстастары бар, курстастары бар, туған туыстары бар, құда жекжаттары бар деген сияқты бұл қазақта көп жағдай осылардың көңілін аулап, көп нәрсені ішімізге ұстап, айтылмай қалатындай жағдай болып тұр. Міне сол мәселе жөнінде де бұл кісінің ашылып айтып жатқан ерлігіне тәнті боласыз. Тыңдап көріңіз. Қайырлы күн класстастар. Біреулерің басқаша ойлап қалмаңдар. Атлас қазылықта жүр деп естідім. Оны мен кеше оқыдым, түсінбеппін. Оны Атлас ауырып жатыр деп алдында бір оқыдым, онысын естедім. Енді кеше қарасам, кеше нар күні ма? Енді соған жазып отыр екен деп ойлап қалмасын деп іштенке жазбағам.
мына бүгін Роза Мұханның жібергенін оқып, соған өзім күліп шегім қатып, осыны мен бармай-ақ, барған өзімнің ана Балташ деген жаңағы 5 ресторанның хозяйкасынан естіп шошығам. Сол айтып келді ғой, қажыда болмай-ақ қояйын, о дүниеде жұмаққа да бармай-ақ қояйын, светойда болмай-ақ қояйын. Бұл дүниеде үйіме тірі қайтсам екен, мынау не сұмдық дедім. Барғанда сплошной обман, бәрі өтірік. Құдай не, арабтың жерінде ғана тұр ма екен? Құдай бәріміздің аспанымызда тұр. Аспан біреу. Барлық жерде Құдай бар. Арабияның өтірік бізді алдап қалтамызды сыпырып атқан, басқа дымы жоқ болғаннан кейін соны бизнеске айландырып, мұсылмандарды соқыр қылып алған жаңағы өтірік несіне көніп жүрген қарапайым халық әлі күнге дейін цивильный заманда көздері ашылмаған махауларға сауап деп айтып келді. Тура солай. Мен де сол махаудың бірі болып барып келдім. Масқара екен. Өліп қала жаздадық, қу жанымызды шүберекке түйіп әрең алып қайттық. Бір арамызда осы Тараздың бизнесмен бір керемет крутой жігітінің әкесі бар еді, ол өлді. Баласы өлігін аламады барып. Бізбен бір қайтпай барды, баласы өлігін аламады. Общий шұңқырға тастай береді екен. Ешкім керегі жоқ. Ол Арабияның жерінде өлді, автоматически жуылды, автоматически таза, автоматически жаңағы о дүниеде жұмаққа кетті деп алдап қояды екен. Бұл не сұмдық, бұл халықтың көзі қашан ашылады деп айтып келді. Енді құрметті әлеумет, бұл апа мен аталар айтып отырған мәселесі бүгінде өте маңызды, көкейкесті. Және де өте қауіпті бағытқа кетіп, көріністерін көрсетіп отқанын көріп тұрсыздар. Енді исламның негізінде, жаңағы Мекке Мәдина деп естері ауып атқан адамдарға былайша айтқанда құлақ қағыс болады деп ойлаймыз. Бұл кісілердің айтқан сөзінен біршама елдер ойлана ғой деп ойлаймыз. Себебі бүгін осындай әрекеттер жастар арасында, үлкендер арасында белең алып кетті. Енді құрметті әлеумет, бұл мәселелерді атаның айтқандарын қолдайтын біздің де өз әулеттерімізде жағдай болып жатқанын білесіз. Біз тәтеміз бар, көкеміз бар дейміз. Сол кісілерде бір барып келген жағдайы бар. Сол кезде атадан айырмашылығы ол кісінің айтқаны. Бірден қайтып кетейінші десем, барған самолетіміз уақытысында 13 күн, 15 күн өткізіп, бірақ болмаса кетіп қайтама деген сол жақта амал жоқ ұсталып қалдық деген сөздері бар. Яғни бұл кісінің тағы бір айырмашылығы, бұл кісі мысық пен кептерлерді көрдік, тек қана мысық пен кептерлерді көрдік десе, біздің көкеміз жолда бір есекті ғана көріпті. Міне сөйтіп, тағы бір айырмашылығы, бұл кісілер біздің көкеміз барған кезде, ол жақта нұр жауды деп айтыпты, жаңбыр жауыпты дейді. Бір анда аспанның бәрі таза, қайдан түсіп отқан білмеймін, әдейі аспаннан өздері жасанды жаудырды ма, әйтеуір бәрімізге нұр жауды деп керемет қылды дейді. Міне сөйтіп, бір анда көп нәрседен білуші ек, бұл жол қалай білмей барып қалғанымды білмеймін деп өкініп отқан, сөйтіп қайтқанын білеміз. Бір анда ол кісіге де тию салып, көбісі титул олай айтпа, ол жақтан тек жақсы айту керек деген сияқты мәселелерді көз алдымызда сондай әңгімелер болды. Бір анда біз көкеміздің ашықтығынан риза болып, бізде бұны білетінімізді, соны тағы да көпшілікке көзетсе түскеніне риза болдық. Енді мына кісілер, ата мен апалар, бұлар енді қоғамдық ортаға шығып, ашық жариялап жатқан үшін бұл кісілерге біз алғыс білдіруімізге болады. Енді құрметті әлеумет, бұл кісілердің айтып отқан сыртқы көрінісі ғана. Ал ішкі жағдайы қандай деген кезде, ішкі саяси жағдайы, ішкі рухани философиялық жағдайлары, психологиялық жағдайы, бұл исламның өзі одан да күрделі, одан да қиын, одан да қауіпті деп айтсақ, сіздерге біз артық айтпаймыз. Біз сол мәселені түсіндіру мақсатында осы әңгімемізді жүргізіп келе жатырмыз. Бұл да бір қазақ дүниетанымын, көшпелі мәдениетін, әлемде екі мәдениет, өркениет дамытты десе, көшпелі мен отырушылар. Бұл көшпелі мәдениеттің өркениетін мұрагер еткен қазақ халқының, яғни үлкен мәдениетін жоқ қылуға негізгі атсалысып жатқан осы ислам дінінің, мұсылмандарының әрекеті деп айтсақ болады. Міне осыдан біз арылу үшін, құрметті әлеумет, адами үлгіде, әруақты үлгіде жаңағы өзіміздің қазақ дүниеті, көшпелі әлемнің дүниетанымын игеруіміз қажет. Міне біз мынау алдарыңызда көрсеткен роликтер бәрімізге бір ойға жетелі бір тұжырым жасады деп ойлаймыз. Құрметті әлеумет, ойланайық. Келесі кездескенше аман сау болып тұрыңыздар.